Сәлеметсіңдер ме оқушылар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз әртүрлі түрлердің хромосомалар жиынтығы. Яғни әр организмдегі хромосомалардың саны қанша, хромосома дегеніміз не, осы туралы сіздерге ақпарат беремін. Өсімдіктер, жануарлар және саңырауқұлақтар жасушасының маңызды бөлігі өрілген жіпше тәрізді хромосомалар орналасатын ядро. Мына жердегі суретте сіздердің алдарыңызда хромосоманың бейнесі көрсетілген. Белгілі бір бояулар мен қарқынды боялу қабілеттілігіне байланысты оларды хромосома деп атаған. Яғни қазақша аудармасы боялған дене деген сөз. Жасушадан хромосоманы әрқашанда табуға болмайды. Мысалы, олар бөлінбейтін жасушаның ядросында көрінбейді екен. Осы жерді естеріңізде сақтап қалыңыздар. Хромосоманың пішіні центромераның орналасуына байланысты болады. Центромера деген мына ортасында тұрғанды айтамыз, домалақ болып. Әрбір тірі организмнің түріне тұрақты хромосома саны тән болады. Бұл бір түрдің негізгі белгілерінің бірі болып табылады. Бір ядроның хромосомалар жиынтығын түзеді. Жасуша ядросындағы хромосомалар жұп түзеді. Жұп хромосомалардың сыртқы және ішкі құрылысы бірдей болып келеді. Мысалы, адамда 46 хромосома 23 жұпты түзеді. Енді ұпытыда жиі келетін осы сұрақ бізде, сіздер білесіздер, адамдағы хромосома саны нешеу деген. 46 деп белгілейсіздер, ол 23 жұп түзеді. Бір жұпта екі бірдей хромосома болады. Ол хромосомалардың біреуі ұрықтану кезінде анасынан, екіншісі әкесінен келген. Оларды біз гомологты хромосомалар деп атаймыз. Сіздер білесіздер, генетика тарауында өтіп кеткенсіздер, яғни әйел адам хромосомасы ол XX деп белгіленетін, ер адамның хромосомасы XY. Яғни болашақ баланың жынысын анықтаған кезде аталық жыныс жасушасына байланысты болып келеді. Яғни адамдағы 23 жұп гомологты хромосомалар болады. Әртүрлі жұп хромосомалар бір-бірінен мөлшері бойынша, пішіні бойынша, центромераның орналасуы бойынша ажыратылады. Оны сіздер жоғары сыныпқа келген кезде оқисыздар. Хромосоманың саны әрқашанда тұрақты болады, ол өзгермейді. Енді сіздердің алдарыңызға келесі кестеде организмдегі хромосомалар жиынтығы көрсетілген. Бұл да сіздерде тестте келіп қалуы мүмкін. Бірінші бағанда көрсетілген, яғни түрдің атаулары берілген, екінші бағанда олардың хромосомалар саны берілген. Осыларды сіздер жаттап аласыздар. Енді мысал ретінде айта кетейік, мына жерде сіздерге үй қоянының хромосома саны 44 болады. Ал оның жұбы жаңағы 22 жұпты құрайды. Жылқыда 46, тышқанда 40, көгершінде 80, итте 78, сазан балығында 104 көп болады екен, байқап тұрсыздар. Алмада 34, шимпанзеде 48, бедеде 14, орамжапырақта 18, бұршақ 14, қызылша 18, қарағай 24, жүгері 20, қарабидай 14, қой 54, бақа 26, тауық 78, бұрыш 48, қызанақ 24 хромосомадан тұрады екен. Бұл жалпысы, ал осылардың жарты жұбы, яғни әрқайсының тең жартысын атай кетесіздер. Енді осы тақырып бойынша сіздерге көбінесе келетін сұрақ, ол жаңағы адамдағы хромосома саны қанша, немесе осы жерде кез келген бір түрдің хромосома санын сұрауы мүмкін, немесе хромосомалар дегеніміз не. Қысқа нұсқа тақырып, өте оңай, жазып жаттап алыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қойыңыздар. Енді біз келесі өтетін тақырыбымыз сіздермен соматикалық және жыныс жасушасындағы хромосомалар жиынтығының айырмашылығы туралы ақпарат беремін. Сау болыңыздар.